Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Айс Қазақ достар. Бүгін біз шахмат ойынын ойнайтын боламыз достар. Бұл ойын өте қызық. Сіздерге осы ойынды үйрететін боламын достар. Өзім осы шахматқа қатысып жүргеніме 5 ай ма болып қалды. Нақты есімде жоқ, бірақ достар, біз сіздерге ең бірінші уровень новичкадан бастап үйрететін боламыз. Алып кеттік. Және ақтар жүреді, бұл жақта да ең бірінші міне аққа қарсы. Достар, мынау ең алдында бір қатарда тізіліп тұрған бұлардың аты пешкі, қазақша жаяу әскер. Бұлар тек мына ортаңғы ақ пен қаралардың ортаңғы сызығына дейін екі ходтан жүреді, ал одан асқан кейін бір ходтан жүреді достар. Және бұлар қиғаш шиді. Қазір көрсететін боламыз. Мінекей достар, қиғаш шиді. Міне, және тағы екі қадам жүреміз достар. Біз бүгін тек пешкімен ойнап ұтып көреміз достар. Яғни жаяу әскермен. Және мінекей мынаны көрейік. Жаяу әскермен артқа қайтамыз. Достар, мынау бұл орысша лаядина, қазақша кеме деп аталады достар. Бұл тек жүреді. Былай тік, болмаса оңға тік, солай жүреді. Ал бірақ та бүгін біз тек пешкімен ойнағандықтан бұған тиіспейміз. Тек жеген кезде ғана сәл қозғалтамыз. Бұл бізді жейді, болмаса біз жейміз. Міне. Біз бүгін жай ғана көріп атырық, пешкімен ұту мүмкін ба, мүмкін емес пе. Және достар, міне осы жаяу әскер мен пешкіде үйреніп қалам достар айтып. Осы жаяу әскер алдыға ақтар ең аяғына жеткенде кез келген бір мықты нені аламыз. Және бұл ойында ең мықты наяқта ойында королева екен, бірақ шын өмірде бұл уәзір, фезір деп аталады. Сондықтан біз королеваны таңдаймыз. Бұл кез келген жаққа жүре алады достар. Мә, ала салысымен жеді ғой бізді. Тағы көрейік. Бізді жиндеп жатыр. Жек қойық, уәзір. Достар, менің қазір жүргенім уәзір деп аталады. Бұл мен көріп тұрғандарыңыздай кез келген жаққа жүре алады достар. Және бұл ойында тек, бірақ бұл секіріп кете алмайды достар. Бұл ойында тек секіріп кете алатын ол ат. Достар, ат Г деген әріпті салып жүреді. Г. Ал патша бұл бұлай бір қадамнан уәзір сияқты, бірақ кез келген жаққа жүреді. Бірақ бір қадамнан ғана. Ал мынау піл. Бұл қарада тұрса қарамен қиғаш, ақта тұрса ақпен қиғаш жүреді достар. Және пешкімен жүрейік тағы да. Жейтін ход бар. Атпен көрейік. Кемесін жедік. Ана бізді жинап тұр, атын жедік. Енді мынаны жейміз. Және артқа былай жейміз. Және де бізге артқа қайту керек. Тағы жаяу әскермен көрейік достар. Артқа тағы шах. Және достар, бұл ойында егер қарсыласыңның уәзірін жесең, онда мат болады. Ал егер бұлай король біреу жиндеп тұрса, мысалы қазір бағана алдымыздан піл шықты ғой. Ойынның ең басында артқа қарай жылыстып көрсеңіздер болады. Сол кезде қып-қызыл болып тұр жан-жағы корольдің, ол бізге шах беріп тұр деген сөз. Шах деген ұтылдыңыз деген сөз емес. Қашуыңыз керек деген сөз. Бұл ойында корольдан басқасының барлығын жейді. Король жамай тек мат қояды. Король мүлдім ешқайда жүре алмай қалған кезде ойын аяқталып, қарсыласының королін ешқайда жүргізбей қойған фигуралар, мысалы ақтар, қаралар, солар ұтады. Және де біз бұлай жүреміз атпен. Міне шах достар. Ол сосын корольді құтқарса да болады, басқа алдына тұрып алып. Ал болмаса король жеп барып қашса да болады. Болмаса қасында оны құтқара алатын фигура, оны алдына тұрып алып, ол да құтқарса да болады достар. Және біз шақ қоюға әрекет жасаймыз.
Қазір былай жүрейік. Мінекей дейміз. Енді достар, бізге дейтін шақ қою керек. Бізге шақ қою үшін былай. Мен шақ ол қашат. Шақ қайтып қашат. Шақ. Және шақ. Тағы шақ керек. Шақ. Жеді. Былай жүреміз. Шақ. Шақ, достар, енді біз келесі атпен көреміз. Ниче дейді, достар, игрок не может ходить и при этом не под шахом. Ниче по ситуации игрок не может ходить и при этом не под шахом дейді. Достар, біз анаған жүріс бермей қойдық, сондықтан ол жүрамай қалды. Ниче дейді, достар. Және де сіздерге айтарым, барлық кодтарды жаттаңыздар, шахматтан әлем чемпионы болыңыздар, достар. Біз келесі бөлімді түсірсін десеңіздер, бір 5000 лайк жиналсын, достар. Мен сөзде шынымен тез екінші бөлімін шығаратын боламын. Аман сау болыңыздар.